Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы самса жасайтын боламыз. Бір жасағаннан идеальны болып шығатын самсамыздың қамырына жұмыртқа, тұз, су қажет болады. Ең алдымен жарты ас қасық тұзымызды суға салып жақсылап ерітіп аламыз. Одан кейін ұнымызға жұмыртқамызды салып, содан соң суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Мінекей достар, менде жаюға өте ыңғайлы эластичен қамыр шықты. 1513 грамм болып шықты. Осыны 4 бөлікке бөлеміз. 478 граммнан қамырларымызды 30 минутқа пакетке салып тындырып қоямыз. Мінекей достар, біздің тыныққан қамырларымыз дайын болды. Кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Міне достар, осындай үлкен жайма дайын болды. Енді арасына ертілген 82% сары майымызды жағатын боламыз. Майымызды қамырдың барлық шетіне жағып болғаннан кейін кішкене кепкенін күтеміз. Содан соң екінші қамырымызды үстіне орналастырып, оның үстіне де осылай жақсылап майымызды жағып шығамыз. Енді қамырымызды жинаймыз. Арасына ауа кіріп кетпейтіндей етіп, жақсылап орап шығамыз. Барлығы
видеода анық көрсетілген. Самсаның тестосы дайын. Бұны да 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен шыққан қамырымызды 45-55 грамм аралығында бөліп самса дайындаймыз. Менде 18 штук самсаның қамыры шықты. Кішкене ұнымызды сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Ешқандай да жыртылып кетпейді. Одан кейін арасына салмамызды салып, самсамызды қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Салмасына фарш салдым. Сіздер өз қалауларыңызша картоп, жуа, кез келген көкөністерді салсаңыздар болады. Мен фарштан жасадым. Міне достар, осылай слойлардың барлығы көрініп шығады, күшті болып. Енді кішкене жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып, самсаның бетіне жағамыз. Мен самсаның бетіне күнжіт септім. Сіздер мак немесе осындай ақ түсті немесе қара түсті күнжіт сепсеңіздер болады. Мінекей достар, слоеный самсамыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Таңшолпан. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер.
Бүгін осындай өте нәзік әрі жұмсақ болатын рулет дайындайтын боламыз. Рулет дайындау үшін ең алдымен жұмыртқа, ас содасы, қант, мед және де тұз, ұн, сүт қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды және де шым тұзымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай болу қажет. Енді ұнымызға содамызды қойып қоямыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқалы массамызға медімізді қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Сапалы мед болғаны әрине маңызды. Венчиктің көмегімен араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнды қосқаннан кейін де венчикпен араластыратын боламыз. Міне осындай қоюлықтағы масса дайын болды. Енді кішкене 40 миллиграммдай сүт қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Қою массамызды дайындап жатқан уақыт аралығында пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Пешіміздің табасына сапалы пергамент орналастырып, қою массамызды құятын боламыз. Барлығы видеода анық түсіріліп көрсетілген. Алдын ала қыздырылған пешімізде 170 градуста 9-10 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Кремін дайындау үшін 25% сметана және де менде кішкене сгущенка қалған екен. Чайный ложкамен 2 қасық сгущенка және де сахарный пудра қосып, жақсылап араластырып аламыз.
Мінекей қыздар, менде осындай болып шықты. Мен суытып алдым. Содан кейін барып видеоға түсірдім. Мінекей екінші бетіне де пергамент қағазын төсеп, осылай астына алып аламыз. Одан кейін кішкене жиегін кесіп, сол аралыққа крем жағып, жақсылап рулетімізді орайтын боламыз. Менде рулеттің арасына қосатын жидектер болмады. Сіздерде болып жатса, клубника, малина, кез келген жидекті қоссаңыздар бола береді. Өте дәмді болып шығады. Мінекей қыздар, рулетіміз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте күшті, тәтті болып шығады. Шаймен ішкенге өте керемет рулет. Қыздар, мен рулетті холодильникке жарты сағатқа қойған уақыт аралығында кремі бисквитке сіңіп кеткен. Сол себепті аздау болып көрініп тұр. Негізі дәмі өте керемет болып шықты. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, алдағы уақытта тағы да шығатын жаңа видеоларымды көріп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Таңшолпан. Сау болыңыздар. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын медовый торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындау үшін бізге мед, пищевой сода және сапалы 82% сары май, жұмыртқа, қант және де електен өткізілген ұн қажет. Ең алдымен водяной баняда, яғни су моншасында медімізді, оның үстінен пищевой содамызды салып, бір-бірімен реакцияға түскенше, яғни аппақ болып көпіршігенше араластырып тұрамыз. Мінекей дәл осы видеодағыдай реакцияға түсу қажет бір-бірімен. Одан кейін үстіне сапалы 82% сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей енді бізде осындай масса пайда болды. Енді оны водяной банядан алып қоямыз. Ендігі кезекте 3 жұмыртқамызды және де қантымызды бір ыдысқа салып, вентиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы водяной баняда жасап алған массамызға, яғни медімізға салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Бізде араластырғаннан кейін осылай шығу қажет. Бұның үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп салып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, холодильникке 40-50 минутқа қойып қоямыз.
Тортумузга крем дайындайтын боламыз. Мен сгущенка, сметана және сары май пайдаландым крем үшін. Сіздер заварной крем немесе сливкимен өздеріңіз крем дайындап жасасаңыздар болады. Менде осындай қоюлықтағы крем шықты. Дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап алған дайын қамырларымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн себе отырып жайып аламыз. Және де мен тортқа арналған кольцоның көмегімен домалақ форма жасап, оны вилкамен тесіп дайындап қойдым. Торттың барлық дайындалған корждарын осылай домалақтап кесіп, вилкамен тесіп алдым да, алдын ала дайындап қойдым. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 4-5 минуттың көлемінде пісіп шығады. Тортымызды дайындау үшін қажет болатын барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым. Мінекей, менің корждарым дайын болды. Екі жағда осындай әп-әдемі болып, қатты күйіп кетпей, пісіп жақсы болып шықты. Тортымыздың жан-жағынан қалған корждарын измельчительдің көмегімен езіп, кружка дайындап аламыз. Тортымыздың бетіне себу үшін қажет болады. Тортымызды жинауға кірісейік. Алдымен тортымыздың астына кішкене кремнен жағып қояйық, қозғалып кетпес үшін. Одан кейін 2-3 қасықтан әр корждың арасына кремді салып, жақсылап жағып аламыз. Енді тортымыздың бетін бағанағы корждарды, езіп алған корждарымызбен жауып сәндейтін боламыз. Менде осындай астикордан алған қазақша оюлары мен трафарет бар. Трафаретімізді торттың бетіне қойып, сахарный пудра сеуіп, әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, өте нәзік, әрі дәмді, жеп-жұмсақ тортымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Таңшолпан. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Бүгінгі менің YouTube каналымда осындай өте дәмді, қытырлақ болып шығатын Наполеон дайындаймыз. Бізге ол үшін сары май, жұмыртқаның сарысы, су, тұз және де уксус қажет болады.
Ең алдымен осындай морозильниктен шыққан сары майымызды қосамыз ұнға, содан кейін тұзымызды және де 2 жұмыртқамыздың сарысын саламыз. Одан кейін суымызға 9 немесе 6% алма сірке суын қосып араластырамыз. Сары майымыз еріп кетпес үшін тезірек қамыр илейміз. Тортты дайындау үшін қолданылған ингредиенттердің барлығының граммдарын описание бөліміне қалдырдым. Мінекей осындай қамыр шығу қажет. Енді қамырымызды 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей тындырылған қамырымыз дайын болды. Тестаның салмағы 632 грамм болды. Мен бұны 5 бөлікке бөлдім. Сіздер торттың биіктігі биік болсын десеңіздер, онда 7-8 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамырларымызды осылай домалақтап аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Осы уақыт аралығында пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Енді пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жаямыз. Кішкене ұн қосып, жайып алсаңыздар болады. Ал енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Мен 3 желаниенің сгущенкасын және де 20% сметананы пайдаландым. Креміне қаласаңыздар сахарный пудраны қоссаңыздар да болады. Сгущенка мен сметанды миксерлеп алдым. Мінекей біздің креміміз дайын. Тортымыздың корждары дайын болды. Мен крышканың көмегімен домалақ форма жасап алдым. Артық қалған корждарды тортымыздың бетін әрлеуге қалдырып қоямыз. Торттан қалған корждарды қолыңыздың немесе измельчительдің көмегімен езіп аламыз. Тортты холодильникке салмай-ақ, осылай дайын болған уақытында кесіп жей беруге болады. Өте қытырлақ әрі дәмді тортымыз дайын болды. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді жұмсақ синнабон дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тәттімізді дайындау үшін алдымен шұңғыл ыдысымызға жылы сүтімізді, тұзымызды, қант және сұйық май, дрожжімізді салып, одан кейін бір жұмыртқамызды салып, жақсылап
венчиктің немесе вилканың көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте алдын ала өлшеніп, електен өткізілген ұнымызды 2 бөлікке салып, жақсылап қамыр илейміз. Ұнымыздың екінші бөлігін салғаннан кейін ерітіліп, алдын ала өлшенген кішкене сары майымызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, бізде осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Осыны целлофанға салып, холодильникке тындырып қоямыз. 20 минут көлемінде. Дайын болған қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін алдын ала бөлме температурасында дайын тұрған сары майымызды қамырға жақсылап жағып шығамыз. Сары майды жағып болғаннан кейін корица мен қантымызды біріктіріп, осы қамырдың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Толықтай. Осылай видеода көрсетілгендей қамырымызға толықтай сеуіп шығамыз. Достар, барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым. Сол жақтан қарап жасап көріңіздер. Енді қамырымызды дәл осылай видеода көрсетілгендей орап аламыз. Оралған қамырымызды жіптің көмегімен түзу етіп кесіп аламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Мінекей дайын болды. Енді алдын ала қыздырылған пешке пісіруге жібереміз. Синнабондарымыз пісіп шықты. Енді үстіне мен креміне 20% сметана мен сгущенканы пайдаландым. Ыстық болып тұрған синнабонның бетіне осы кремімізді жағып шығатын боламыз. Видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Синнабоны дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Таңшолпан.